Ученица 7 класса школы и лицей имени Абая Абайского района Жанбекқызы Балғын. Стихотворение Абая. Осень. Тучи мрачно окутали весь небосвод. Это осень в дождях и туманах ползет, и застывшую землю от стужи дрожа кобылица напрасно копытом скребет. Нет уж больше травы на просторе степей, смеха больше не слышно и гамма детей, а деревья, иссохшие, как старики, тянут к небу безлистые руки ветвей. Уж дымятся с овечьими шкурами чан, износилась одежда, весь в дырках чапан, чей над женщиной юрту заплаты кладут, а старухи свой ткацкий наладили стан. Қастырна қатарланып қайтса бермен, астында ақшомшы жоқ ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабырқаңқы, күл-койын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржаң қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпасу тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы, тұман болар, жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйінің сыры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы.